Барлықтарыңа сәлем. Бұл мат сауаттылықтан топ 10 есеп айдар. Бұл бізде 8-ші бөлім. Бұл есепте айтады, екі жұмысшы жерді 6 сағатта қазып бітіреді. Яғни екеуі бірігіп 6 сағатта бітіреді екен. Бірінші осы жұмысты жалғыз өзі екіншіге қарағанда 5 сағат ертерек бітіреді дейді. Әр жұмысшы жалғыз өзі жұмыс жасаған кезде қанша уақытта бітіретінін табыңыз деген. Ең бірінші осы жұмысқа байланысты есеп келетін болса, мына формулаға қоясыздар. Яғни бұл формула жаттауға оңай және қолдануға да оңай формула. 1 бөлу x, 1 бөлу y, 1 бөлу t. Енді x, y, t дегеніміз не? T деп отырғанымыз ол екеуі бірігіп істеген уақыт. Ал x, y дегеніміз бірінші жұмысшы, бізде екінші жұмысшының істеген уақыты. Енді бізде айтады, қараңыздар, бірінші жұмысшы екіншіге қарағанда 5 сағат ертерек бітіреді дейді. Яғни x, y-ге қарағанда 5 сағат ертерек бітіреді десе, x-тен y минус 5 дейсіздер. Мысалы қараңыздар, y бізде 10 сағатта бітіретін болса, 5 сағатта бітіреді. Яғни біріншісі екіншісіне қараған кезде 5 сағат ертерек бітіріп тұр. Енді дәл осы формуланы формулаға салып қоя саласыздар. Мына x-іміз ол y минус 5-ке тең ғой. Сонда x-ің орнына y минус 5-ті етіп апарып қоя саласыздар. Сонда 1 бөлінген y минус 5 қосылған 1 бөлінген y тең болады 1 бөлінген t, яғни 6. Енді дәл осынаған ортақ бөлім береміз. Ортақ бөлімі y көбейтілген y минус 5 болады. Ортақ бөлімнаған y-тен береміз, алынған y минус 5-тен береміз. Сонда 2y минус 5 болады. Яғни y пен y қосылады. Тең 6-дан 1. Енді дальше не істейміз деген сұрақ туындайды. Дальше бізде бұлай пропорциямен көбейтеміз. Яғни y көбейтілген y минус 5, яғни бірден жақшаны ашып жіберейік. y-тің квадраты минус 5y. Оны бірге көбейтсек там өзгермейді. Тең болады, так 6-нан екеуіне бүйтіп кезек-кезек көбейтіп шығамыз. 12y азайтылған 30. Так, осы кезде не болады бізде? y-тің квадраты азайтылған 5y минус 12y, яғни сол жаққа барған кезде теріс таңбамен шығады. Ал сол жаққа барған кезде минус еді, плюс болып шығады. Плюс 30 болады. Тең болады 0-ге. Так, y квадрат минус 17y плюс 30 тең болады 0-ге.